Сәлем достар, бүгін мен мінез типологиясын жалғастыратын болам. Яғни Леонгард өз классификациясында адамдардың басқа адамдармен қарым-қатынасына сүйеніп бірнеше типке бөледі. Бірінші тип гипертиімді тип, анық жестері, мимикалары болады. Сөзге құмар, қарым-қатынасқа бейім, бастапқы тақырыптан кенет бас тартады. Өзінің отбасылық қоғамдық мінездеріне қалай болса солай қарағандықтан адамдармен қақтығысқа тез түседі. Қақтығысты өзі бастайды. Оптимист, энергиясы мол, іс-әрекетті сүйеді, бірақ жеңілтек, аморалды әрекеттерді жасайды. Жоғарғы қозғаныштық қасиеттері бар, жалғыздық пен қатал тәртіпті қолдайды. Екінші, дистимді тип, пессимист, көңіл күйді, аз сөйлегіш, үйде отыруды ұнатады, тұйық өмір сүреді, қақтығысқа түспейді. Ол өзімен достасатын адамдарды бағалап, тіпті оларға бағынады. Әділ, байсалды, баяу ойлайды, бірақ тиянақты. Үшінші, циклоидты тип, көңіл күйі тез өзгереді, сондықтан да қарым-қатынаста өзгермелі болып келеді. Көңіл күйі жоғары болғанда сөзге, қарым-қатынасқа жақсы түседі, төмен болғанда тұйық болады. Төртінші, қозғыш тип, вербальды және вербальды емес реакциялары баяу, контактілігі төмен, қақтығысқа бейім, көңілсіз. Отбасында басшы болғанды ұнатады, ұжыммен бірге бола алмайды, қозған кезде ашуланшақ, өз әрекеттерін қадағаламайды, жақсы күйде таза, ұқыпты, бала мен жануарларды сүйеді. Бесінші, тежелгіш тип, сөйлемейді, басқаларды үйретеді, қақтығыста белсенді рөл атқарады, қолға алған жұмысты үлкен дәрежеге жетуге тырысады, өзіне үлкен талаптар қояды, ренжігіс, сезімтал, өш алғыш, өзіне тым сенімді, қызғаншақ, ар-ұяты мол. Танты тип, қақтығыста енжар, жақта, жұмыста басқаларға үлкен талапты қойса да, лидерлікті кейде басқаларға береді. Өзінің тазалықты сүюімен үйдегілерді де мазалайды. Ол ұстамды, тазалықты сүйеді, жұмыста сенімді, бірақ қақтығыста ұрысқақ. Жетінші, уайымшыл тип, ұялшақ, өзіне сенімсіз, қақтығысқа аз түседі, енжар болады, басқалардан көмек іздейді, достықты бағалайды, өзін-өзі көп сынайды, алға қойғандарды орындайды, қалжың көтергіш. Эмотивті тип, жарты сөзден ақ бірін-бірін түсінетін адамдар тобынан құралады, ренжісе оны ішінде ұстайды, сыртқа шығармайды, жауапкершілік, орындаушылық қасиеттері бар, бірақ өндіргіш, тым сезімтал жан. Тоғызыншы, демонстративті тип, байланысты жеңіл орнатады, мақтанғанды ұнатады, билеуші мен лидерлікке талпынады, өзіне өзі сенімділігімен адамдарға ұнамайды, қақтығысқа өзі тудырып, өзін-өзі қорғай алады, басқаларға ұқсамайтын әрекеттер жасайды, басқаша ойлайды, басқаларды қызықтырады, бірақ эгоист, мақтаншақ, екіжүзді, жұмыстан қашады. 10-шы, экзалтацияланған тип, контактіге түсуі өте жоғары, сөзге құмар, тез ғашық болады, дауласады, бірақ қақтығысқа жеткізбейді. Қақтығыс кезінде белсенді әрі енжар болады, достары жақындарына байланып қалады, оларға көп көңіл бөледі, талғамы жақсы, шын сезімге бейім, көңіл күйі тез өзгергіш. 11-ші, экстравертивті тип, достары, таныстары өте көп, сөзінен әртүрлі нәрселер жайлы сөйлесе береді, достары мен жақындарына лидерлікті береді, олардан бір нәрсе сұраса соны орындайды, зейін қойып тыңдайды, бірақ жеңілтек, басқалардың әсеріне бейім, ойланбай бір нәрсе істей салады, әңгіме айтып отыруға бейім, ойланбай көп нәрсе жасайды, көңілді уақыт өткізуге құмар. 12-ші, интровертивті тип, тұйық, шындықтан алшақ, данышпандыққа бейім, жалғыздықты сүйеді, тек өз өмірін басқару, біреу кіріскенде ғана қақтығысқа түседі, ұстамды, принциптері көп, қатал, сенімдері мен қозғалыстары болады, бірақ бір беткей, өз идеяларын дәлелдегіш, өз ойы қате болса да өз ойын дәлелдей береді. Адам мінезіндегі әрбір ерекшелік белгілі жағдайларға сәйкес көрініс береді. Мұндай ерекшеліктердің өзіндік физиологиялық ерекшеліктері бар. Адам мінезінің физиологиялық негізін ашып көрсетуде ерекше орын алатын жайт жоғарғы жүйке қызметінің типтеріндегі ауыспалы құбылыс.
Осы орайда Павлов қандай сигнал жүйесінің басым екендігіне қарай адам мінезінің типтерін мынандай 3 типке бөледі. Бірінші ойшыл тип. Бұл негізінен сөзбен байланысты. Екінші сигнал жүйесі рефлекторлық қызметінің басымдылығы. Екінші көркем тип. Бірінші сигналдық шартты рефлексінің басымдылығы. Үшінші орташа тип. Мұнда екі сигнал жүйесінің бірде-бірі басымдыққа көрсете алмайды. Адамдардың көпшілігі осы орташа типке жатады. Адам мінезінде бұлардың басқа да мінез ерекшеліктермен пайда болуын әсер етіп отыратын арнайы типтердің болуы ықтимал. Әр мінез ерекшеліктеріне сәйкес әртүрлі типтегі адамдардың еңбексүйгіштігі мен әрекетшілдігі де түрліше болып келеді. Адам мінезінің құрылымы әрқилы қасиеттер жиынтығынан тұрады. Кейбір мінез ерекшеліктері бір-біріне тәуелді, өзара байланысты болып келеді. Мінездегі осындай әртүрлі қасиеттерден құрылған біртұтас бірлікті мінез құрылымы деп атайды. Ал мінездегі өзара байланысты психикалық қасиеттер жүйесі симптокомплексінде факторлар деп аталады.